Сіздерге 1 сағатта права алудың жолын айтамын. Ол қалай дейсіздер ғой, видеоның соңына дейін қараңыздар. Міне бірінші жағдайда сіздер 300 мыңға, 200 мыңға, 400 мыңға, 1 миллионға права алам деп ойламаңыздар. Неге? Себебі жүргізуші куәлігін алу үшін сізге просто оқу керек. Яғни өзіңіздің қалаңыздағы автомектепке барасыз, автомектепте 2,5 ай оқисыз. Ол жерде сізді онлайн базаға тіркейді иініңіз бойынша. Сіз автотронға барған кезде, ертең оқуды бітіріп, иінді терген кезде бірден сол жерден сіз оқуды қашан бастадыңыз және қашан аяқтадыңыз, сол туралы толық ақпарат тұрады және қандай автомектепте оқығаныңыз туралы. Енді осы жерде жүргізуші куәлігін алу қиын ба, қиындады ма деген сұрақ туындайтын болса, осы 2025 жылы, онда сізге айтайын, жүргізуші куәлігін алу ешқалайда қиындаған жоқ. Жүргізуші куәлігін алу қалай бұрын болды, дәл солай қалды. Тек автомектепте оқыған куәлігіңіз міндетті болып қазір бекітілді. Сіз автомектепте оқымай барып праваға тапсырып ала алмайсыз. Міндетті түрде оқыған куәлігіңіз керек. Және қандай құжаттар керегін толық айтып өтейік. Және бұл жерде жүргізуші куәлігін алған кезде көбісі қателеседі. Барлығы қиын өткізбейді. Барған кезде міндетті түрде құлатады деп. Олай емес. Мен сіздерге айтайын, егер сіз дайындалып дұрыстап баратын болсаңыз, біліміңіз болса, ешқандай да ешкім құлатпайды сізді. Сіз бірінші тест сынағына кіресіз. Тест сынағынан 40 сұрақ беріледі. 40 сұрақ 40 минутта. Сіз сол 40 минут ішінде 40 сұраққа жауап бере отырып, кем дегенде 32 сұрағына дұрыс жауап беруіңіз керек. Одан кейін, егер сіз содан сәтті өтетін болсаңыз, 32-ден жоғары алатын болсаңыз, онда сіз сәтті өткен болып есептеліп, вождениеге жібереді. Вождениеге барған кезде сіз мына сол автотронның сыртында вождение деген болады. Өзіңіздің қалаңызда автотрон бар. Сол автотронның сыртында автодром болады. Сол автодромда сіз 100 штрафтық балға жеткізбей, яғни қателіктер жасамай, өзінің жаңағы ереже бойынша талаптарын орындап, міндетті түрде сол жерде көлікті жүргізіп беруіңіз керек. Сіздің әр бір қателігіңізге штрафтық балл беріледі. Міне сол штрафтық баллды алмай, қатесіз сол автодромда жүріп өтсеңіз, онда сіз сол жерде мысалы 100 штрафтық балға жеткізбеуіңіз керек. 90 штрафтық балл алсаңыз, соның өзінде сіз сәтті өтіп тұрсыз ол жерде. Ол жерде міндетті түрде 100-ге жеткізбеу керек. Болды. 99 болса да сіз сәтті тапсырдыңыз деген сөз. Әр қателігіңізге бір қателікке 20 балл, бір қателікке 5 балл, әртүрлі осындай штрафтық балл беріледі. Соны сіз 100-ге жеткізбей сәтті автодромда тапсыруыңыз керек. Енді ол автодромды сәтті тапсыру үшін не істейміз десеңіз, онда автодромның схемасын бірінші жаттап аласыз. Жол белгілерінің мағынасын түсініп аласыз. Сосын мына автодромда әрбір тапсырманың өзіндік мән мағынасы бар екенін біліңіз. Ол бостан бос тапсырмалар қосылған жоқ. Ол тапсырмалар міндетті түрде, мысалы, мына гаражға кіргізіп парковка жасау, змейканы жүріп өту, немесе параллельді парковка жасау, қиылыстан өту деген мына жүргізушілік мәдениетті көтеру, жүргізушілік білімін көтеру, мына жүргізушінің жолда жан-жағына қарап отыр ма ол, қарай ала ма, внимательності бар ма деген сынақ ол. Яғни сіз сол жерде мен мына жүргізуші куәлігін алуға дайынмын, мына 1 тонналық көлікті басқаруға дайынмын деп өзіңіз сол жерде біліміңізді дәлелдейсіз. Бірінші жаңағы тестте теориялық сынақтан дәлелдейсіз теория жағынан өзіңізді. Одан кейін міне мен көлікке отырам, көлікті жүргізе алам және көлікті жүргізген кезде жан-жағыма қарап отыра алам, жол белгілерін танимын, өте мұқият жүргізе аламын, қажет кезде көлікті тоқтай аламын, қажет кезде көлікті бұра аламын, қажет кезде сигнал аварийканы қоса аламын, поворотник қосамын бұрылар алдында, светофорды танимын, светофорға тоқтаймын, пешеходты өткіземін, парковкаға тұрғыза аламын, көлікті мынандай тар жерлерден өткізе аламын деп өзіңіз сол жерде автодромда дәлелдейсіз. Ол автодромда ешқандай қиындығы жоқ. Бірақ сіз соны түсініп алыңыз. Сіз сондай маневр жасай алсаңыз, демек сіз ертең жолда жүрген кезде көлікті сауатты түрде айдай алатын жүргізуші боласыз. Ал енді сіз оны тапсыра алмайтын болсаңыз, әрине сіз әлі дайын емессіз деген ол сізге сигнал. Ол жерде сіз мен өткізбеді деп оны түсінбеңіз. Сіз былай түсініңіз. Мен бұл жерде дайын емеспін. Маған әлде де дайындалу керек. Так, менің қателіктерім қандай деп бірден, мысалы, бір барып вождение өте алмадыңыз ба, міндетті түрде анализ жасаңыз. Менде қандай қателік болды? Мен қалай жасадым? Мына жерде қалай жасау керек еді негізі? Мен қалай жасадым? Мен мына жерде бордюрға шығып кеттім. Енді бордюрға шығып кетсеңіз, мысалы,
ол сізді өткізбей қойған емес қой. Сіз точно бордюрға шығып кеткеніңіз, все, сіз көлік жүргізуге қаланың ішінде дайын емессіз сіз. Егер сіз ана кішкентай автодромда жай ғана жылдамдықпен бір өзіңіз жүріп бордюрға шығып кететін болсаңыз, демек сіз қалада көп жүргізушілермен бірге көлік жүргізуге дайын емессіз деген ол сіздің өзіңізге сигнал. Яғни сіз жұмыс жасауыңыз керек, дайындалуыңыз керек. Ол жаңа көлікпен, инструктормен дайындалуыңыз керек. Сол жерде сіз көлікті сезіп үйренесіз габаритін. Көліктің габаритін сезу деген бар. Яғни размерін көліктің ішінде отырып сіз сезуіңіз керек. Қазір мына бордюрға дөңгелегі шығып кетпей ма, алдыңғы дөңгелегі шығып кетпей ма, мен бұрылсам осы жерге сиям ба деген сияқты сіз көліктің габаритін сезінесіз. Ол сезіну деген тәжірибемен келеді. Яғни сіз көптеген 5, 6, 10 сабақ алатын болсаңыз, сол жерде тәжірибемен сіз әр парковка жасау барысында сіз габаритін сезіп солай жай бастайсыз. Содан кейін жолда жүру сізге қиынға соқпайды. Мысалы, элементарно осылай келе жатқан кезде қарсы бағыттағы көлік будто қазір сізге соғып кететін сияқты болады. Осындай жағдай болмас үшін сіз габаритін нақты сезініп отыру үшін сізге көлікті жүргізіп кішкене тәжірибе жинау керек. Ертең автодромға барған кезде сізде осындай кішігірім, мысалы змейкадан өту деген өте оңай жұмыс, бірақ оны осылай қобалжып, змейкада линияларды басып, көптеген штрафтық балл алып, осылай тапсыра алмай қалып жатқандар бар. Және бұл жерде мына схеманың сіз қай жерде парковка бар, қай жерде сіз оңға бұрыласыз, қай жерде солға бұрыласыз, соның барлығын жаттап баруыңыз керек. Яғни сіз ана жерде тұрған жол белгілерінің мағынасына қарап та жүре аласыз, бірақ ол жерде сіз сасқалақтағаннан кейбір кезде байқамай басқа жаққа бұрылып кетуіңіз мүмкін, қатты қобалжығаннан. Сол себептен сіз оны жаттап барғаныңыз абзал. Міне біздің каналда, YouTube каналымызда осы схемалар бар. Осыларды қарап, түсініп жаттап алыңыз. Әрбір тапсырманың мағынасына үңіліңіз. Ол не үшін маған керек? Сіз ол тапсырмадан қандай тәжірибе ала аласыз? Сондай жағына басыңызды ауыртыңыз. Мен қалай өтем, қалай таныспен өтіп кетсем деген осындай мәселеге басты ауыртқанша, одан да сіз кәдімгі өзіңізге қандай пайдалы осы жерден тәжірибе алам деп, солай плюсын өзіңізге пайдалы жағын іздеңіз. Жүргізуші куәлігін алу ешқалай да қиын емес, тек өзіңіз дайындалуыңыз керек, білім ізденуіңіз керек. Енді сіз бұл білімді алған кезде сізге айтарым, бұл білім не үшін сізге? Мына тест не үшін, вождение не үшін, және оған мына тестке де, вождениеге де дайындық не үшін? Зачем оған дайындалып дейсіздер ғой? Мен жүргізуші и так көлікті жүргізіп жүрмін деп ойлауларыңыз мүмкін, араларыңызда сондай адамдар бар. Яғни ол жерде сіздер былай ойлаңыздар. Сіздер көлікпен жүрген кезде міндетті түрде шешім қабылдауыңыз керек. Әрбір ситуацияда жүргізуші сапалы ережеге сай, өзіне де басқа жүргізушіге де қауіп төндірмейтін, қауіп әкелмейтін шешім қабылдау керек. Осы шешімді қалай қабылдайды ол жүргізуші? Әрине ол жүргізуші оны мына ситуацияны талдау арқылы қабылдайды. Яғни бір ситуацияны талдайды, яғни бір ситуацияны көреді, сол бір ситуациядан ол қарап айту керек. Мына жерде мен былай жасаймын, мына жерде оңға бұрылуға бола ма дейді, мысалы. Ол қарап айту керек. Мына жерде болады, немесе болмайды. Мына жерде тоқтауға бола ма дейді. Тоқтауға болады, немесе болмайды. Яғни осындай қарапайым әрбір жолдағы ситуацияларды жүргізуші ең бірінші мына кабинетте отырып, ережені үйренген кезде талдап түсініп алу керек, міндетті түрде. Содан кейін барып жүргізуші басын ауыртып, мына шешім қабылдауды үйренген кезде, жол белгілерімен дұрыстап тұрып танысқан кезде, мен келесі видеода жол белгілерін дұрыстап тұрып салам. Жол белгілері ешқандай да қиындығы жоқ. Соны қараңыздар. Жүргізуші куәлігін алу туралы құжатты айтайын енді. Бірінші автомектепте оқығаныңыз туралы куәлік керек. Одан кейін жеке куәлігіңізді аласыз. Сосын медосмотр өтесіз. Ол медосмотр сіздің денсаулығыңыз көлік жүргізуге жарамды деген справка. Сол медосмотрды аласыз. Сосын сіз автоцонға барып, сол жерден номер заявки аласыз да электронды түрде очередь аласыз. Очередь көп емес, тестке барып очередь аласыз сол жерде. Сол күні бірден тестке кіріп кетсеңіз де болады. Және тест пен вождениені міндетті түрде бір күнде тапсыру міндетті емес. Сізге тестті тапсырып алып, кейін вождениеге асықпай дайындалып баруға болады. Немесе егер сіз дайын болсаңыз, онда бір мезетте тестті де вождениені де бір мезетте сол жерде тапсырып кетсеңіздер болады.
Яғни сол жерде егер сіз тесттен де вождениеден де сәтті өтетін болсаңыз, бірден жүргізуші куәлігіңізді аласыз да кетесіз сол жерде. Яғни бұл жерде ешқандай басқа қиыннан қиыстырып, басқа амалдарын іздеп, ондай жағдай жасаудың қажеті жоқ. Түптеп келген кезде бұл білім жүргізуші куәлігін алатын кезде сізге бұл білім өзіңізге керек. Сіз жол ережесін қай кезде үйренесіз деген сұрақ туындайды. Сіз жол ережесін бір-ақ рет үйренесіз өміріңізде. Мына жүргізуші куәлігін алатын кезде болды. Басқа кезде сізде уақыт жоқ. Сіз жолға шығып кетсеңіз, онда сіз тек қана қателіктерден бастап үйренесіз. Ал қателік өкінішке орай ең соңғы болып кетуі де мүмкін. Сондықтан жүргізуші куәлігін алу жұмысының жауапкершілігін барлығын сезініңіздер. Жүргізуші куәлігі деген не десеңіздер, ол сіздің мына көлікті, 1 тонна көлікті өзіңізге басқаруға ол құқық беретін құжаттар. Сіздерге айтарым, бір ғана сіз автомектепте бір жерде оқитын болсаңыз, сіз оған ғана қарап жүрмеңіз. Мынандай кітап, видеоларды барлығын қарап, өзіңіз ізденіп жүріңіз. Және оқып алғаннан кейін, жүргізуші куәлігіңізді қолыңызға алғаннан кейін де міндетті түрде біліміңізді кеңейтіп, ізденіп, осындай пайдалы кітап, видеоларды қарап, сабақтар алып, авторлық сабақтарды алып, солай сіз біліміңізді кеңейтіп, сөйтіп жүріңіз. Жүргізушілік мәдениетті көтерейік мына жолдағы. Сол кезде сізге жолда жүрген кезде қауіпсіз болмақ. Ал енді мына жүргізуші куәлігін алуға қанша ақша төлеймін десеңіздер, онда сіз автотонға барған кезде 5000 теңге төлейсіз. Сол жерден бір-ақ рет төлейсіз. Сіздің өткен медосмотрыңыздың срогі 1 жылға жарайды. Автомектепте оқыған сіздің куәлігіңіз 2 жылға жарайды. Ал мына 5000 теңге төлегеніңіз ол да 1 жылға жарайды. Сондықтан сіз бір-ақ рет төлем жасап, осылай өз біліміңізбен жүргізуші куәлігін еш қиындықсыз алыңыз. Барлықтарыңызға А нүктесінен Б нүктесіне аман жетуді тіледім. Осы біздің YouTube каналға жазылыңыздар және өздеріңіздің таныстарыңызға жіберіңіздер.